Барлықтарыңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін осындай свежий салат жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Видеоны ақырына дейін көріп, маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпағайсыздар. Осындай әп-әдемі болып шығады. Свежий болып, қыста әп-әдемі қылып жейтін боламыз. Осындай пиязымызды жақсылап жуып алатын боламыз. Мен барлығынан 5 кило қылып өлшеммен өлшеп алдым. Бәдіреңімізді 5 кило, пиязымызды, помидорымыз. Енді оны сәл көбіректеу қылып салатын боламыз. Пиязымызды үстіп жақсылап турап алатын боламыз. Осы көлемде қылып жақсылап турап алатын боламыз. Бәдіреңімізді дәл осындай қылып екі бөліп турап алатын боламыз. Осындай әп-әдемі болып шығады. Қызыл болгарскийімізді ұзынша қылып турап алатын боламыз. Помидорымызды үлкендеу қылып турайтын боламыз. Өйткені үлкен болу керек, езіліп кетпеу керек. Сыртындағы қабығымен дәл осындай болып тұру керек, қайнатылғанда да. Мен осындай даладағы ошақтағы қазанға істейтін болдым. 700 грамм май құйдым. Жақсылап осыны қып-қызыл емес, орта қылып қуырып алатын боламыз. Өйткені бұл свежий салат, сондықтан шіле қызарудың қажеті жоқ. Көріп тұрғандарыңызда енді қызыл болгарскийімізді салатын боламыз. Бұны да көп қуырудың қажеті жоқ. Шамалы уақыттан кейін уже бәдіреңімізді салып алатын боламыз. Бұны да үстіп қуырып алатын боламыз. Помидорымызды менде осындай екі шара помидор салдым. Бір қайнатып 15 минут қайнатасыздар да 15 минуттан кейін уже тез жауып аласыздар. Өйткені көп қайнап кетсе дәмі өзгеріп кетеді. Мұны көріп тұрғандарыңыздай 15 минуттың ішінде қайнайды. Сөйтіп жауып алатын боламыз. Өте дәмді, қыста жақсы свежий қылып жейтін боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай осындай укропты да салып алатын боламыз. Бұны да жақсылап араластырып енді біз осындай 70% уксусты 1,5 қасық құйып алатын боламыз. Айналдырып жанына, банкіміз атылып кетпеу үшін. Банкілеріңізді жақсылап 10-15 минутқа стировать етіп, үстіп құйып, тез құйып жауып алатын боламыз. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Дәл осындай болып, әдемі болып шығады. Килосына қарай азайтып істесеңіздер де болады. 2 кило, 1 кило қылып істесеңіздер болады. Дәл осындай қылып жауып алдым. Менде осындай. Барлықтарыңызға рахмет алдын ала.